Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін корейлік қияр салатын дайындаймыз. Алдымен қиярды жақсылап жуып, видеода көрсетілгендей тураймыз. Туралған қиярды ыдысқа саламыз. Тұз сеуіп, жақсылап тұрып, араластырып, суы бөлінгенше бір шетке қойып қоямыз. Табаға сұйық май құйып, әбден қыздырамыз. Ұзынша етіп туралған сиыр етін салып, қуырамыз. 1-2 минут қуырып, су құйып, бетін жауып, суы тартылғанша орташа отта пісіреміз. Піскен етке туралған пиязды қолымызбен ысып, арасын ашып қосамыз. 2-3 минут шамасында пияз жұмсарғанша қуырамыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосамыз. Кориандр, ұнтақталған қызыл бұрыш қосып, ұзынша етіп туралған болгар бұрышын қосамыз. Соя тұздығын қосып, 1 минут шамасында араластырамыз. Осымен біздің тұздығымыз дайын болады. Қиярдың суы бөлінді, суын төгіп тастаймыз, бізге керек емес. Екі тіше сарымсақты үккіштен өткіземіз. Бір бума ақ желкенді ұсақтап турап қиярға қосамыз. Жаңағы қуырған тұздықты қосып, жақсылап араластырамыз. Он грамм кунжутты құрғақ табада қызарғанша қуырамыз. Дайын салатты тәрелкелерге салып, қалауларыңызша кунжут сеуіп, дастарханға ұсына бересіздер. Осымен біздің корейлік өте дәмді салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Канафина Балжан. Лүпілі басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де келесі видеода қандай рецептерді күтесіздер, пікірге жаза кетіңіздер. Ас болсын!